Hi, how are you going? How is your mood? Сәлем, қалың қалай? Және сенің көңіл-күйің қалай? Менде өзің көріп тұрғандай бүгін керемет көңіл-күй. Өйткені бүгінгі сабағымыз ертегіге байланысты. Бүгінгі сабағымыз өте де қысқа да нұсқа және ертегі көргеннен кейін бүгін біз тек қана ертегі ғана көрмей, актерлік шеберлігімізді де арттыра түсеміз және кейіпкерлеріміздің сөзін қайталап айтып кішкенелігімізді ағылшын сөздеріне жаттықтыратын боламыз. Дайынсың ба? Ендеше теледидарымызға назар аудар. Кеттік, let's go. A story from Germany. Let's watch. The Queen Bee, a story from Germany. Please stop. No! Stop it! Later at the castle, Please help me. Go and find them. the next morning, Red, blue, yellow, and green. Thank you. Oh, thank you, Queen Bee. the next day. We are all happy.
Иә, балақай, бүгін біз неміс ертегісін өттік. Неміс ертегісінде басты кейіпкеріміз біздің патша Ара туралы, иә? Ара бізге қалай көмектесті бұл жерде? Иә, оған, яғни біздің басты кейіпкер мына жігітке не істеді? Жолды көрсетіп, өзінің мақсатына жетуге көмектесті, иә? Ендігі біздің ертегіде өтетін жаңа сөздеріміз. Кәне, басында оның жаңағы жігіттің екі бұзық ағасы бар екен, иә? Құмырсқаның илеуін бұзғысы келіп, аралардың ұясын бұзғысы келіп, сонымен қатар құстарға да тиісіп, иә, мазаны алып бітті. Енді оған бөгет болған бізде басты кейіпкеріміз Ханзада болды, иә? Сол Ханзаданың сөздерін қараймыз. Қараңыздар. Олар бұзық болып бетіп келе жатқан кезде ол не деді? Please stop! Артынан қайталай ғой. Please stop. Сен stop деген сөзді білесің. Біз өткені бағдаршамға байланысты сабақ өткен кезде тоқта деген сөзді өткенбіз, иә? Stop. Ал please деген сөзіміз өтінемін деген сөз. Сіздер мамаларыңыздан, яғни аналарыңыздан бір нәрсе өтінген кезде please деп сұрасаңыздар болады. Mommy, please деп, иә? Сонымен please stop. Өтінемін доғарыңыздар, тоқтатыңыздар деген сөз, иә? Сосын екінші сөзіміз no, жоқ деген сөз. No. Қайталай ғой артынан. No. Okay. The next one. Stop it. Stop it. Бұны тоқтатыңдар деген сөз. It деген мынаны деген сөз. Stop деген тоқтат. Мынаны тоқтатыңдар. Stop it. Қайталай ғой артынан. Stop it. Stop it. Тез айтқанда осылай айтамыз. Stop it. Келесі сөзіміз біздің please help me. Please деген сөз жаңа айттым. Өтінемін деген сөз. Help me деген маған көмектесші деген сөз. Help көмектесу. Артынан қайталай ғой. Help. Help. Ал енді барлығын бірге айтайық. Please help me. Please help me. Келесізде қандай сөз тағы да бізді күтіп тұр? Go and find them. Go and find them. Go деген сөзді сен білесің. Жүр, бар деген сөз, иә? Go, бар, and деген және деген сөз. Find деген іздеу, them деген оларды деген сөз. Барда оларды тауып кел деген сөз. Go and find them. Сені анашың бір нәрсеге жұмсаған кезде саған айту мүмкін, иә? Балақай, ана қасықтарда келіп берші, барда солар тауып келші деп айтса, анаңа да осы сөзді үйретіп қой. Go and find them. Кәне, артынан бірге қайталашы. Go and find them. Енді осыны тезсіз айтуға тырыс. Go and find them. Good. Келесі сөз бізде түстерді айтты, я? Айтпақшы бізде. Басты кейіпкеріміз түрлі түсті жалтыраған тастарды тауып алған кезде бізге түстерді айтқан болатын. Қандай түстерді айтты? Есіңде қалды ма? Я, кітапта жазылып тұр сендерде. Қандай түстер? Red, blue, yellow, and green. Түстерді айтып болғаннан кейін ол алғыс айтты, я? Алғыс айтқанда құмырсқаларға алғыс айтты. Алғыс айту үшін сіздерде ағылшынша thank you. Thank you. Кәне артынан қайталашы. Thank you. Thank you. Рахмет. Thank you. Рахмет. Үйреніп ал осыны. Аналарыңызға да, әжелеріңіз болса да, біреуге рахмет айтуымыз керек қой әрқашанда да. Бір нәрсе берсе, мысалға, бір жақсылық жасаған болса, сен оған ағылшынша не дейсің? Thank you.
Және соңғы сөзіміз Oh, thank you, Queen Bee. Біздің ең басты кейіпкеріміз патша араға рахмет айтуымыз керек. Осы ертегіде бізге оған барлық керек нәрсесін тауып беруге көмектескен. Thank you, рахмет, Queen Bee. Ара ағылшынша bee деп айтылады. Bee. Ал балақай, керемет. Ал балақай, бүгінгі біздің сабақ міне аяқталды. Ендігі үй тапсырмасына кезек келді. Үй тапсырмасы өзің көріп отқандай story time. Кітаптың бетіне назар аудар. Мен саған түсіндіріп жатырмын. Мына жерде тапсырма find and color деп тұр. Тапта, яғни мына біздің суреттердің үзінділерін тауып, оны бояуың керек, окей? Ол үшін мен саған айтпаймын, мына жерді тауып именно қызылға бояу керек емес. Жарай ма? Оны қызылға емес, өзіңнің қалаған түсіңе боя, немесе кітаптан қарап боясаң болады. Осы ғана біздің үй жұмысымыз. Сонымен келесі сабақта кезіккенше мына суретті әдемілеп отып бояп, мына суретті маған әдемілеп бояп, біздің чатқа жібере ғой. Мен сенің суретіңді бағалайтын боламын. See you in the next lesson. Goodbye.